工作常见。他们在商家工作，对。煎熬是不是煎熬？不对，这是什么？书，这是一本书。下一个金和茶，对，这是茶。在学校，不对，不对，为什么不对？你也不对。因为他在 Mysterious 他在哪儿？常见。有可能常见격습들이야 저수 되겠다.桌子上. Stolun üstünde ya. 就是桌子上有一杯茶，一个tablet，就是电脑这些个品牌不应该打字噻。kelesa 可以想说一下。那来临，请你开始。你好，我能做纸吗？你。Сәлем, мен мына жерге отыра аламын ба деген сияқты. иә, оның зор ма? Бізде қайсысы болады? Б емес па? Очень зор дейді, қалай аударамыз? Жақсы, отырыңыз. Пожалуйста, Вертикальный формада.下一个. Ниже бейзина. Біз білеміз де бұны. Бұны деген қалай аударылып еді бізде 9-шы сегізінші сабақта өттік, иә? Бұды бейзина или же тоже осындай болған, иә? Бейзі или бізде күшік туралы сұраған. Яғни бұл не мағына береді? Или соңында істейік. Мынаны 20. Стакан ба деген сияқты. Жоқ, бізде ны қайда? Ниді бейзіні, типа бейзі дзайна деген сияқты. Ны сондайды білдіреді еще. Или же бұны қалдырып 20, 21, 22 істеп соңында орындауға да болады, иә? Біз бір нәрсені білмесек. Болмай ма? Негізі дұрыс таптық. Мен ойладым соңына қалдырайық деп. Болады, иә. Значит, не дейді? Дзайнар джодзы лимен дейді. Лимен деген, да? Қай жері? Ли деген біз анага өттік ішінде, иә? Бір нәрсенің ішінде. Лимен деген толық формасы ғой. Біз ченмен алдында, хомен артында деген сөздерді айттық қой, тура сондай мен жалғанып тұр. Бірақ столдың ішінде деген бір түрлі естіледі, джодзы лимен деген. Но столдың үстіндегі бір ящик или бір нәрсенің ішінде болуы мүмкін. Ондай жағдайда кездеседі. Значит, дұрыс, иә. Столдың ішінде. Зай, нар, там. Нар деді, иә? Келесі. 20. 你的桌子上有什么？有什么？ қалай аударамыз? Сенің столыңның үстінде не тұр? Игі дені бен. Сымбат, не дедіңіз? Игі дені ауқы ибін шүтуай. Келесі 21. Сымбат. 你后面那个人是谁？不是，我后面那个人是李鹏。Бізде қараңыз. Бушы деген сөз, значит, келмейді. Мына жерде сенің артында тұрған анау адам ба деп айтып тұрған жоқ, иә? Мына жерде просто сұрап тұрсыз, артындағы анау адам кім деп тұр. Соған деп жауап бере алмаймыз, яғни. Тажаулие. Тажаулие. А вот мына жерде уже қалай аударамыз 22-ні? 你前面那个人是李炳吗? Сенің алдындағы адам Ли Пeng ба? Ол айтады бушы. Сонда вот бушы дейді, жоқ дейді. Алдындағы адамы
Ол бізде липың емес екен. Наоборот, хоумен нагарыншы липың дейді, иә? Яғни алдындағы липың емес та, артындағысы липың болып тұр ғой сонда. Мгм. Түсінікті, иә? Келесі. Так, Мирас. Не кайшы. Так, Ой. Мгм. Оқи, қалдырайық. білмеймін апай, көмектесе аласыз ба? Ау? Білмеймін, көмектесе аласыз ба? Оның Кан. ниде ханиші ма? Аха. Қалдырамыз примерно. Біз мына сөздерді білеміз, кан, хани, шу дегендерді. Так, Біз оны 10 сабақта өткенбіз. Оның жиырма деген. Хотеть деген сияқты. Мочь. Я могу. Можно. Да? Иә. Оның десе, я могу. Кан ниді хани шу ма деп не деп сұрап тұр? кан деген не еді? Көру деген сияқты. Бірақ мына жерде Могу. Так, мына жерде. кан көру негізі кан шу десек, бірақ бізде читать, иә? Кан шу. Читать книгу, бірақ кан деп екеуі, иә. Бірге бізде қытайлықтар глаголды қайталаған жақсы көреді. Кан десе, сонда посмотреть, взглянуть. Сонда сұрап тұрғаны, я могу посмотреть чего? Хани шу. Көріп жүрейінші дегендей сұрап Китайская тұрған. книга? Аха, кітабыңды көрейінші дегендей сұрап тұр, иә? Дұрыс. Келесі. Келесін, давайте. Бізде ек кетті. 24, Нұрали. Баба жинтем бу. Не қалды? Егетті. Жинтем бу жа дейді. Не болу керек мұнда? Зәй емес. Зәй ма? Будзай жа. Яғни бізде бұл предлог, иә? Или глагол ретінде үйде емес деп тұр, сонда дзай арқылы будзай. Бүгін үйде емес. Иә, әкем. Келесі 25. Сымбат. Сымбат шығып кетті. Онда сіз оқи беріңіз. Нин хау. Син хы ча. Син дедіңіз, иә? Иә. Дұрыс. Син хы ча. Яғни Не желаете выпить чай? Син деп біз андай вежливый, иә? Син не хы чай. Пожалуйста, выпейте чай. Енді мынау. Сяо. Йоу. Игі. Шаңден. Мектептің ли тұр. Мектепте бір мектеп, мектептің ішінде бір магазин бар деген сияқты ма? Мектептің ішінде, дұрыс. Сол сияқты келесін енді тоже бітірейік, сосын бастайық. Бүгін пассивный, иә, шым жоқ. Мерей ғана құранды. Мирас екеуміз алып шығамыз апай. Давайте, андынан айтты. Мирас? Ни баба денен. Бұл жерде возраст сұрап тұр, иә? Біз оны өттік қой. Сіз сол кезде болыңыз. Аха. Дода, да? Иә, дода. Яғни қаншада? Сенің папаң қаншада деп тұр, иә? Дұрыс. Келесі, ой, Нұрали. Сымбат кірді апай. Аха. Чинзо жүрді. Ой, көрмей қалды. Сына өшірілмей қалды. Аха. Чинзо жүрді жоңғы цай хын хаучы. Яғни Чинзо өтіртіп кішкене. Чинзо жүрді жоңғы цай хын хаучы. Сымбат, келесі 29. Сізге естіліп тұрма, тұстамай айтқан жоқ па сізде? Иә, нормально. Табушы сүйештің ташы лауышы.
Дой. И соңғысын давайте Мирас. 我的桌子上没见你。 Мэйоу денна. Яғни бізде йоу деген иметь бар. Мэйоу десе жоқ. Значит, бұл жерде мэйоу. Столдың үстінде компьютер жоқ деп тұр, иә? Так, сонымен 10-шы сабақты бітірдік. Енді бүгін 11-ші сабақты бастаймыз. Так, Нихао, Айзере. Саламатсызбы. Так, 今天呢，我们开始学习第11课。第11课的题目就是现在几点？яғни 11-ші тақырып现在几点? Бұл который час? Қазір сағат қанша деп аударылады. Яғни бүгін сағатты үйренетін боламыз. Так, оны ленсейся. Біз до этого г, коу, бен, куай. Бұл не бізде? Счетные слова. Ага, соны өткен болады. Енді біріншісін, давайте Мирас, теңіне қайшы. 我叫有三个人。 Давай, 非常好，3个人. Қалай аударамыз? 我叫有3个人. Сіз болдыңыз ол сабақта, иә? 4-ші сабақта. Или 5-ші ма? Қалай аударамыз? Кім көмектеседі? Мен отбасымда 3 адам. Яғни йоу жаңа айтқан. Жа семья. Сонда в моей семье есть 3 человека деп отырады осында. Келесі, Нұрали. У mij игі бейзі. Омай игі бейзі. Мен біріне сатып алам. Шашка. Келесі, Айзере. Үшіншісін. 我有为Ben Ханьошу. Қайсын қойдыңыз? Ben. Аха, қалай аударамыз? Менде 5 қытайша кітап бар. Аха, дұрыс. Келесі, Сымбат. Идзе баши койчен. Қалай аударамыз? Идзі. Бізде бағасын айтып тұра, идзінің қанша тұратын? Идзі деген не еді ол бізде? Орындық. Қанша тұрады? 80 юань. Ансар кіріпті ғой, иә? Қанша кеткен бе? Аха, 80. Дұрыс. Так, Науман. Қайшы бар. Аңсар кіріпті. Нихао, Аңсар. Сізде қайтадан, иә, не? Хорошо, бәрі естіліп тұр, бәрі көрініп тұр, иә? Так, Науман жишиба. Бүгін енді тақырып бізде сензай жиден. Так, ол бізде жаңа айтқандай сензай, бүкіліне жеке-жеке тоқталамыз. Сензай қазір деп аударылады. Жиден, ден деген енді сағат. Яғни ағылшын тіліндегі o'clock деген сияқты. Жи біз білеміз сколько деп аударылады, иә? Жи сойлы возраст айтқанда, и жигірін дегенде именно число до 10 болады. Енді бізде сағатпен қолданылады. Яғни қазір сағат қанша? Сейчас который час деп айтады ғой бізде, орыстарда деген сияқты. Соны үйренетін боламыз. Енді ден,
жаңа айтқандай, в целом иден, ляңден, сәнден деп айтамыз. Сонда именно ағылшын тілінде 6 o'clock, там 5 o'clock деп айтады ғой, тура сол ден деген. Енді қараймыз. Сағат 1. Бізде иден. Біз былай шысан ден деп айтпаймыз. Яғни негізі болады олай, бірақ ол кішкене басқа форматта. Негізі иден деп айтамыз. Яғни біз иден екенін қалай білеміз? Там түскі ма, түнгі ма десек, қазір сөздерді қарастырамыз. Біз ана жолы сяу деген сөзді өттік, иә? Есімізде ма? Сяу деген. Кешке? Сяу кеш болды, иә? Примерно сағат 1 или 12 мен кешкі сағат 6-ға дейінгі уақыт болды, иә? Яғни мен былай жазсам, 1-ден бастап, примерно 6-ға дейінгі уақыт. Бірақ на тура 1 түскіні біз жоңу дейміз. Прям жоңу деген обеденное время, яғни полдень. Оны тоже қазір слайдтың ар жағында бар, сол кезде қарастырамыз. Яғни еще бұл бізде сөздің басында жүреді. Сонда мен айтамын, жоңу иден десе, сензай жиден деп мен мысалы сұрақ қоямын. Қазір сағат қанша болды деген сөз ғой. Қазір мысалы ровно 1 болса, сіздер айтасыздар, жоңу иден. Или же понятно то, что иден десек, біз түс екенін біліп тұрмыз ғой. Яғни иден дей саламыз. Ал түн деген бізде ели. Түнде в основном қолданбайды. Жоңу иден деген сияқты сөздермен айтамыз. Енді так, сағат 10 мысалы. Қалай айтамыз? 10 дегенді. Оншаң иден. Ой, зоршаң иден. Заушаң, дұрыс айттыңыз. Бірақ 10 деген қалай айтылады? Шы. Шыден. Или просто шыден деп айтсаңыз да болады. Бірақ дұрыс аударып. Езі ауыстады болсаң, бұл болсын. Шыден. Бірақ біз уаншаң деген сөзді де өтеміз, заушаң дегенде HSK 2-де в основном бөліп тастаған ғой енді кітапта. Уаншаң десек, ол кешкі 10. Сіз айтқан заушаң раннее утро, дұрыс айттыңыз. Заушаң шыден, олай да болады. Так, енді мына жерде бізде 2. 2 цифра ол ар деп айтамыз, иә, біз білеміз. И ар сәнсі деп санаған кезде. Бірақ енді 2-де көбіне вот тек қана исключение, сағатты айтқанда біз ар ден деп айта алмаймыз. Минутты айтамыз, оны тоже көрсетемін. Бірақ ляңден деп айтамыз. Ляңден. Так, сол сияқты 9 шы. Қалай айтамыз? Сағат 9 дегенді қалай айтамыз? Тюден. Тюден. 5 шы. Уден. Уден. Давай, 非常好. Яғни 8 баден, 7 чиден. Түсінікті, яғни ол ровно 7 ровно 2 дегенді білдіреді, иә? Цифрды айтып, денді қоямыз. Енді, вот, енді 11-ді шиден, 12-ні қалай айтамыз? Шиарден. Ой, 非常好, шиарден. Енді бізде половина деген бар. Бізде 6:30, 7:30 деп айтамыз ғой. Енді жарты деген, половина деген half. Яғни бан деп айтамыз. Оны қалай? 2:30 ляңден бан. Бізде орыс тілінде басқаша айтады, иә? Половина третьего деп. Ал неде қазақ тілі мен қытай тілінің ұқсастығы все. Мен 2:30 деген ляңден бан. Бірақ біз ана орыс тілінде ойлап, ляңден бан дегенді басқаша ойлап кетпейміз. Яғни 2:30 все, ляңден бан. 3:30 болса сәнден бан деген сияқты. Так, енді, к примеру, 5:30 қалай айтамыз? Уден бан. Уден бан. Яғни біз денді тастап кетпейміз, иә, тоже? 5 деген сағат 5. Біз жаңа айттық, уден дедік. Енді бізде 5-тен 30 кетті ғой. Оны бан арқылы жасаймыз. Уден бан. Так, енді былайше 1:30. Шиден бан. Шиден бан. Той. Түсінікті. Қазір енді минутпен де айта аламыз бұны. Минут дегенді тоже көреміз. Так, 12:30 енді шиарден бан. 9:30 қалай айтамыз? Жеуден бан. Той, 非常好. Енді фін, минут деген сөз ол бізде. Так, 10 минут десе не деген сөз? Шыфен. Той, 非常好, шыфен. Енді вот.
Бірден 10 кетті. Біз білеміз бір иден екен. Енді 1 сағат 10 минут. Иден шифін. Отдельно бәрін айта береміз. Сол сияқты 6:30-ды біз қалай айтамыз енді? Фынмен айтып көрейік. Фынмен айта аламыз, және... фынмен Леуден сәншіфін. Леуден сәншіфін. Екінші вариант жаңа өткен половина деген? Леуден бән. Леуден бән. Яғни екі способ бар, иә? Сонда леуден бән или леуден сәншіфін. Дұрыс. 7:35 мысалы, чиден сәнші уфын. Так, тоже наяққа пример жазайын. Так, 8:00 қалай еді? Қайттан? Баден. Так, бізде так жетеміз. Мынаны қалай айтамыз? 4:25-ті. Студен оршы уфен. Қайчанқау. Қазір енді сіздерге сұрақ. Сензай жиден. Қазір сағатқа қарақ 2:25 болды, иә? Қалай айтамыз оны? Шысы ден 2 метр. 2. 14:26 айтады. 14 деп емес, 2 деп айтайық, иә? Өйткені ол бізде қиын, во-первых, просто біз соны қалай айтамыз? Сяу түскі, яғни обедтің уақыты асып кетті уже. Яғни сағат 1 мен кешкінің 6-ның арасын біз сяу деп айтамыз. Яғни сяу 2-ден 26 кетті уже. Қалай айтамыз? Ляңден оршы леу уфен. Оршы леу фен. 5-ті айтпаймыз ғой. Біз 25 емес, 26 болып кетті. Оршы леу фен, давай, фэйчанхау. Так, сағат түсінікті ма? Қазір тоже қарайтынымыз. Енді қызық нәрсе бар. Біз в целом 25, 10-нан көп цифрларды айттық, я, минутта. Енді бізде линг деген нәрсе бар. Линг деген 0. Мысалда оқып жүрдік қой, линг деп 0 деген сөз. Енді біз қай кезде қолданамыз? Міне, 2 болған кезде біз білдік ляңден. Енді бізде 0-2 кетеді ғой, сол кезде ляңден линг арфын. Вот, осы кезде 2 минут дегенде арфын деп оқимыз. Именно 0-1 минутты қараңыздар. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-9-ға дейін бізде 0 оқылады. Біз онда жаңа айттық шифін деп. Ал енді 0 бар кезде минутта именно. Наны линг, ляңден деп айтпаймыз. 2 екенін біз білеміз. Тек қана минутта ғана лингді айтамыз. Сонда мысалы сағат 5-тен 5 кетті. Қалай айтамыз осыны? Линг, ұмытпаймыз лингді. Уден линг уфен. Уден линг уфен, той, фэйчанхау. Так, қалғандарымыз неге үндемейміз? Наушенаны қалай айтамыз? 7-ден 6 кетті дейді. Қалай айтамыз? Чиден линг Чиден линг 6. Леу. Леу. леуфын. Дой, фэйчанхау леуфын. Яғни сағат айту особо қиын емес, я? Түсінікті, я? Иә. Міне, мысалы, баден линг уфын. Енді бүгінгі жаңа сөздерді бастайық енді. Правила бар. Қалай айтамыз енді? Жаңа айтқандай, бізде шаңу, сяу деген сөздер бар. Сонымен различить ете аламыз, я? Утро, день, вечер дегендер қалай міне? Бізде конструкция тұр. Формула дейік. Бірінші осы шаңу, сяу кетеді, потом число, день, число, яғни сағат. Міне AM, PM ағылшын тілінде, я? Таңертең екен қайдан білеміз? Бізге 8 деген баден. Біз оның кешкі екенін уаншаң деп айтамыз. Таңертең енді қазір өтіп атқан бізде міне шаңу. Заушаң десек те болады. Заушаң ол именно ранее утро, а шаңу в целом утро. Енді сяу. Ол примерно 12-ден кейін, 1-ден кейін, сағат 6-ға дейінгі уақыт. Соғанға дейін біреуінсе бір нәрсе тартылып отыр жанында звук. Так,
Сонымен қазіргі уақытты жаңа айттық, 2-ден 26 кетті. Яғни ол жер сяу, 2-ден аршы жоуфын. Қазір 29 кетті. 30 болса 2-ден бән, я? Бұны басына осылай қоямыз. Мысалы, мұнда нелер тұр, примерлар тұр. Оқып шығайық. Микрофон пока что өшіре тұрайық. Сөйлеген кезде қосайық, я? Өйткені шум болып тұр. Біреміз енді мына мысалдарды оқып шығайық. Не деп тұр? Сяу, 3-ден шифын. Яғни бізде ол қанша? Сяу десе, значит 3-ден 10 кетті деген сөз ғой. Обед кешкі. Сяу арқылы біліп тұрмыз обед екен. Сол сияқты сяу 5-ден аршуфын десе, кешкі 25 екенін білеміз. Ой, кештік 5-ден 25 кеткенін білеміз. Яғни не прям кеш деген сөз екен уаншаң. Ол кешкі сағат 6-тан түнгі 12-ге дейінгі уақыт ол, бірақ ол сөз ческе бірде жоқ. Бірақ мен жазып бере аламын мына жаққа уаншаң деп. Оны тоже білу керекпіз ғой, кеш деген сөзді, таңертең біз енді қазір жоу деген сөзді қарайтын боламыз. В целом бізге артық етпейді. Кстати, осы сөздердің сосын біз нихау деп амандасатынбыз, я? Енді осы сөздерге міне шаңу, сяу деген сөздерге хау деген сөзді қосуға болады. Яғни шаңу хау десе, как доброе утро, сяу хау десе добрый день деген сияқты айтуға болады. Так, онда ваншаң деген сөзді жазайын енді. Ван ол бізде позна деген сөз, сонда позна деген сөзден шыққан ғой ваншаң. Ван шаң. Так, түсінікті ма қалай айту керек екені? Қалай различить етеміз, таң ба, түс па, кеш па екенін. Яғни алдына, числоның алдына осы сөздерді қойып. Давай, байчанхал. Енді вот, сензай. Жаңа біз денді қарадық. Сензай енді сейчас, қазір деп аударылады. Тура now. Мысалы, біз қазір сабақ оқып отырмыз, қытай тілін оқып отырмыз десек, сензай още сихани деп біз айта аламыз осы сөзбен. Бірақ уақыт айтқанда сонда сензай жиден дейміз. Сонда жаңа айтқандай сензай, ляңден, ашуфын деген сияқты. Енді бізде сағатта не деп тұр? Сензай жиден, мына сағатқа қарап айтып көрейік. Сензай жиден, вроде 12-ден 15, я? Осыны айтайықшы, сензай қалай айтамыз? 12-ден 15 кетті. Сензай 12-ден 15. Шоуфын. Жаңа денді білеміз. Час. Сензай 3-ден. 3-ден десе 3 болды, я? Бірақ қай кешкі ма, түнгі ма, түскі ма, оны біз сяу деген сияқты сөздермен ажырата аламыз. Келесі енді фін. Жаңа айттық. Фін, шифын. Так, мына жерде не деп тұр? 3-ден, ой, люден, 3 шифын деген қай уақыт? Люден, 3 шифын дейді. Қандай уақыт ол? 6. 6-дан қанша кетті? 30. Қалай айта аламыз? Люден, 3 шифын дегенді еще біз? Люден бән. Люден бән. Так, енді бізде жоңу деген сөз тұр. Полдень. Именно жаңа айтқан обеденное время. Бірақ ол обед дегенді, яғни обед деп ойламаймыз, потому что жоңу деген как шаңу таңертең, сяу после обеда деген сөздер ғой. Жоңу именно полдень. Яғни 12-1 уақыты. Бірақ мына жерде қараңыздар. Жоңу жиден чифан. Қалай түсінеміз енді осы сөзді? Түске қандай тамақ дейді. Чифан деген кушать, я? Сонда жиден деген жаңа сұрақ емес па? Қалай аударамыз жиден дегенді? Қаншада? Қаншада? Сонда обедтің уақытында, в обеденное время, қай уақытта тамақ ішесің? Я, сағат қаншада тамақ ішесің деген сөз. Яғни, чифан арқылы біз жоңудың обед екенін біліп тұрмыз, я? Чифан деген сөз тұр, значит, обед екенін біліп тұр. Мен сұрақ қойылам сізге, немін жоңу жиден чифан десем, сіздер обедті қай уақытта ішесіздер деген сөз. Өйткені чифан, обед деген сөз, ол чи уфан деген сөз. Яғни чифанның арасына мен у деген сөзді қосам.
Ол жаңағы сяу осы жоңудағы у деген обед деген сөз. Заушаң дедіңіз, иә? Ч мен фанның арасына мен зау қоссам, зау деген рано деген сөз ғой. Ч зау фан десе завтракать деген сөз. Жаңағы уаншаң, мына жердегі уан, ч уан фан десем ол ужин деген сөз. Бірақ мына жерде жоңу арқылы мен мына ч фанның обед екенін түсініп тұрмын. Түсінікті ма? Бірақ негізі мен айта саламын, не жиден ч уфан десем, жоңу керек емес ол кезде. Жиден, нимін, жиден ч уфан десем, ол уже понятно то, что обедті қашан ішесің деген сөз. Өйткені уфан міне. Ч шыма уфан. Уфан деген ол бізде обед. Яғни чфан мен чфанның арасына осы сөзді қойдым. Мына сіздерге примерно понятно болсын деп қосып жатырмын. Бірақ негізі бұл сөздер пока бізде ческий бірде жоқ. Енді жоңу жиден чфан, жаңа түсіндік, иә? Яғни түсте қай уақытта тамақ ішесің деп аударылады. Мында ответ тұр примерно. Қалай аударамыз енді? Қалай оқимыз? Мен түскі тамақты сағат 12-де ішемін. Бірақ қытайша оқайық бірінші. 我中午12点吃饭。非常好。мынаны ше қалай аударамыз? 现在是中午дейді. Қазір түс. Қазір түс. Қазір кеш деген сияқты. 现在是晚上, 现在是早上деген сияқты айтамыз. Так, 有问题吗? 没有。没有。那我们继续吧.吃饭дегенді енді нетіппіз ғой. Енді біз 8-ші сабақта ч мифан деп өттік. Мифан дегендегі фан осы ғой сонда. Так, енді біз чдан кейін қоя аламыз, иә, не жейтінімізді. Яғни ч мифан деген сияқты. Ал чфаннан кейін біз қоя алмаймыз. Ой, сяң чфан десек, в целом я хочу поесть. Мен тамақ жегім келіп тұр. В целом мен жегім келіп тұр деген сияқты. Если бір затты жегіміз келсе, біз оны чдан кейін қоямыз. Яғни ч мифан, ч миентяу лапша деген сияқты. Ч алма, пинго деген сияқты. Ал фан, все, чфан. Чфаннан кейін біз ешқандай не қоймаймыз. Ой, сяң чфан. Шыарден чфан жаңа аудардық, иә, 12-де ішу. И жаңағы жоңу шыарден чфан. Так, енді не жиден чфан, не заушаң, вот. Енді мынандай сұрақ қоюға болады. Не заушаң өтпедік. Так, шаңу, иә, біздің өткен жаңағы. Шаңу тоже бізде утро. Так, пининмен жаза берейін, иә, мұнда. Не шаңу жиден. Қалай аударамыз енді осыны? Не шаңу жиден чфан. Не деп тұр? Сен бірде не жейсің? Қаншада не жейсің? Қаншада тамақ ішесің деп тұр, иә? Не шаңу жиден чфан. Яғни шаңу деген қалай аударамыз? Таң деген сияқты ма? Иә, таңертең қаншада тамақ ішесің деп тұр сонда. Яғни таңертең қаншада тамақ ішесің деген сөз арқылы уже понятно бұл завтрак екені, иә? И таңертең осыны енді айтып көрейік. Біз білеміз, жиден бұл жерде вопрос екенін. Соның орнына уақытты қоямыз, ол же ответ. Яғни айтып көрейік. Мен таңертең қаншада тамақ ішемін? 8-де ма, 9-да ма айтып көрейік. Қалай айтамыз? Осы сұраққа ответ қайтарайық. Нимін шаңу жиден чфан. Тура мына конструкция тұр ғой, жоңу шыарден чфан. Просто жоңу мен шыарденнің орнына біз уақытпен таңертең деген сөзді қоямыз. Қалай айтамыз? 我上 шаңу, о шаңу. 我上午8点吃饭. Дой, 非常好. Солай айтамыз. Яғни сіз уже таңертең таңғы 8-де тамақ ішемін деп айтқан фразаңыз арқылы ол завтрак екені уже понятно. Ал ч зауфан десек, ол уже бөлек завтракать. Яғни обаден ч зауфан деп те айта аласыз. Зауфан деген жаңағы заушаң деген ранний утро деген сөзден шыққан. Зау рано деген сөз. Так, конструкция в целом түсінікті ма қалай екені? Иә.
Так, сұрақ жоқ болса, онда текст оқиық, иә? Момын сен теңейсің. 听课，现在几点？ Lesson 11. What's the time now? 课文一， Text 1. 现在几点？现在10点10分，中午几点吃饭？ 12点吃饭。 Енді оқиық. Так, бізде А Айзере, Б Мирас. Чиннимін ду, хафани. 现在几点？现在10点10分，中午几点吃饭？ 12点吃饭， Енді аударайық. сағат қанша? Қазір сағат қанша деп тұр, иә? Сол. қазір сағат 10 сағат 10 минут. 10-нан 10 кетті. Наш фотода видно. Ага, дұрыс. түсте сағат қанша ма? Түсте сағат қаншада не істейсің дейді, чыфан дейді. Жаңа өттік қой, түсте не істейсің ба? чыфан. Есть тамақ жеу. Обед қаншада ішесің? Аха. Полдень қаншада тамақ ішесің. Аха, дұрыс. И Б айтады. Сағат 10-да тамақ ішемін. Шарден. Бұшы шыден. А, 12-де 12-де. тамақ ішемін. Қайшанға. Түсінікті, иә, текст? Енді келесі. Бізде мынандай конструкция. Не сөз бар. Шыхол. Ол, так, время, в целом момент, когда деп аударылады. Қазіргі таңда енді сұрақ ретінде жүреді. Шымыны білеміз, не деп аударылады, иә? Шымы, шыхол. Сонда екеуі всегда бірге жүреді. Яғни, не шымы шыхол десе, когда, қашан деп аударылады. Біз жиденді білеміз, ол сағат қаншада. Ал енді біз шымы шыхол деп сұрасақ, ол уже когда. Мысалы, не шымы шыхол чи шаңден десе, не деп аударылады? Қалай аударамыз? Не шымы шыхол чи шаңден. Қалай аударамыз? Так, естіліп тұр ма даусым? Сен қашан магазинге барасың айтады ма? Аха. Не шымы шыхол. Так, чи шаңден. Я қашан магазинге барасың? Біз оған қалай атайды қайтара аламыз? Бүгін, ертең. Давайте былай айтайық. Бүгін кешкі 5-те. Қалай айтамыз? Қалай ответ қайтарамыз осыған? Бүгін кешкі 5-те. Бүгін деген... О жинтен уаншан болды. Уаншан да, бірақ сяу деп айтайық, 5 қой өйткені. Уаншан алттан кейін. 7 болса уаншан дейсіз. Бұл случайда кешкі 5, значит, ол сяуға кіреді. Сяу уден шу шаңде. Фэй чанхау. Яғни шымы шыхаудың орнына біз не қоямыз сонда. Енді бұны более подробно біз HSK 2-де өтереміз. Бірақ мына жерде мындай нәрсе бар. Шыхау, время когда. Шымы шыхаумен жүргенде вопрос, когда деп аударылады. Ал өзі жалғыз жүргенде, мысалы, жаңа сіз дыны сұрадыңыз ғой, дыны қай кезде қолданам деп. Осы случайда мысалы қолдана аламыз. Ол қалай? Мында енді примерно жазам. Так, баден. Қалай аударылады? Баден. 8-де. Енді мен айталам сағат 8-де дегенді шыхаумен айталам. Значит, ол қалай айтылады? Баденді шыхау деп айтылады. Баденді шыхау мен не істеймін? Біз айттық, иә, баден о чыфан.
早上или 上午8点我吃饭дедік. Енді мен оны қалай айтамын? 8点时候деп айта аламын. Яғни шыхоу арқылы когда. Более бұл не грамматика кәдімгідей бізде бар HSK 2-ші кітапта. Сол кезде өтіледі негізі. Бірақ қазіргі HSK 1-де мен сол үшін тек қана сұрақты қостым. 什么时候? Не 什么时候去上店, не 什么时候去学校деген сияқты. Ал атак өзі былай когда деп аударылады. В целом конкретно уақытты айтсақ, д 时候, вот осы кезде д жүреді. 8点的时候, о去上店的时候, мен там магазинге баратқан уақытта деген сияқты. Когда деп аударылады. Даже мен, когда мне было 5 лет деген сияқты, о усвой的时候деп айта аламын даже. Сол кезде когда. Тура when I was 5 years old деген сияқты сол кездегі when осы. Бірақ шыхоу соңында жүреді екен, иә? Когда мне было деген бізде орыс тілінде, ағылшын тілінде басында тұрады ғой когда деп. Ал қытай тілінде наоборот, время конкретный, потом в конце еще домен жүреді. Жаңа айтқандай, усойды шыхоу. Мен жалғыз өзім, мысалы, Китайға бардым десек, о игрінші жунго деген сияқты. Так, примерно түсінікті, иә? Бірақ HSK 2-де более подробно кейін өтетін боламыз. Енді келесі сөз хой. Біз так, 6-шы сабақта охой шуахани деп өттік. Ол жердегі хой мынау болды. Яғни ол бізде 4-ші тонда. Хой, ал мынау енді бізде хой, именно возвращаться, идти обратно. Оны біз енді охой жа деп айтамыз. Біз үйге барамыз ғой, оны очи жа деп вообще айтпаймыз. Яғни на контекстта охой жа деп тұр. Яғни ол означает то, что үйге біз енді өзіміздің үйімізге таңертең шықтық, мысалы бір жерге жұмыстармен, бірақ кешке жақын қайтамыз. Сонда возвращаться домой, бірақ біз үйге бара жатырмыз деп айтамыз ғой, қайда бара жатсың десе, мен үйге бара жатырмын, я үйге қайтып бара жатырмын. Мен оны чи деп айтпаймын. Сонда біз жаға қатысты болғандықтан біз не деп айтамыз? Хой деп айтамыз. Яғни хой жа, вообще чи жа деп айтпаймыз. Даже мектепке қайту болуы мүмкін, біз чи шешау деп айта аламыз. Хой шешау деген сияқты. Бірақ хой в основном возвращаться. Мынаяқта себебі жазылып тұр, даже я иду домой. Хой жа. Мысалы, не 什么时候回家? Десе не деген сөз? Қалай аударамыз? не 什么时候回家? Сен қашан үйге қайтасың деген сөз. Үйге қайтасың, үйге барасың деп аудара аламыз. Хой жа. Все, ол бізге үйге қайту, үйге бару деп аударылады. Чи жа деп қолданбаймыз, аха. Мынаяққа жазып қойайын, ұмытып қалмайтындай. Так, чи жа десек, ол олай айтпаймыз. Себебі бару, хой деген қайту деп жатталса оңайырақ болады. Бірақ чи жа, үйге барамын дегенді сіздер чи жа деп айтып қоюларыңыз мүмкін, олай айтпаймыз. Үйге баратын айтсақ та, барсақ та хоймен жүреді. Чи жа деп айта алмаймыз. Чи басқа нелерге айта аламыз. Чи шаңден, чи шешау. Именно үйге қатыстыға біз жоқ, олай айта алмаймыз. Түсінікті, иә? Енді мұнда не бар? Аны давайте Сымбат, Б бізде Нұрали. Оқып аударып көрейік. 你什么时候回家？ 9点回家. Сен қашан үйге қайтасың? 9-да үйге қайтамын. Дұрыс. Біз мынаяққа айта аламыз меңтен, ертең, кешкі сағат 9-да или таңертең деген сияқты сөздер қоса аламыз. Кстати, чи жа деп қай кезде айта аламыз? Оны мынандай кезде, мысалы, досымның үйіне барам дегенде, чи паңйоу жа, ол кезде айта аламыз. Именно өзіңнің болса, чи мен жа бірге жүрмейді. Арасында паңйоу, менің досымның, танысымның үйі болған кезде, ондай случайда айта аламыз. Так, өзі жалғыз чи мен жа бірге жүрмейді. Түсінікті, иә? Енді келесі. Омын. Біз оны бірінші сабақтан білеміз, местоимение. О деген мен, мін деген именно көпше түрде жасайды. Омын, мы. Енді денең, вот бүгін өттік. Денең, в целом, фильм, кино. Фильм қарау, қалай айтылатын еді? Фильм қарау. Қалай айтатын едік? Фильм қарау, фильм көру. Қан? Дұрыс, кан денең. Омын 什么时候去看电影? Не деп айттым?
我们什么时候Когда вы будете смотреть фильм? Смотрели.什么时候去看电影? Yani когда biz film қарауға в целом барамыз. 什么时候деген сонда солай. Енді мына жаққа мен примерно денің ян деп жаздым. Яғни ол уже ян дегендегі ян. Примерно қалай аударып тұрмыз денің ян дегенді? Кинотеатр. Аха, дұрыс, кинотеатр. Біз айта аламыз, 我们什么时候去电影院 деп айта аламыз, иә? Мына жерге енді сұрақты жаза салайын. 什么时候去看电影деген сияқты. 我们мысалы осыған жауап берейік енді. Бүгін жоқ, ертең кешке 4-те. Қалай айтамыз? Біз ертең кешке 4-те барамыз кино көруге. Қалай айтамыз? 明天下午4点 对, 非常好, дұрыс. 去看电影, иә? Дұрыс, 非常好. 看电影, kan білеміз, каншу деген кезде читать. Книгу,看电影, смотреть фильм. Енді давайте текст тыңдайық и оқимыз. New work. Text 2. 爸爸什么时候回家？下午5点。我们什么时候去看电影6点30分。 Енді бізде А. Сымбат, Б. Нұрәли. Папа 什么时候回家? 下午5点我们什么时候去看电影? 6点30分 对, начин,你们翻译一下. Папа, когда ты вернешься домой? Кешкі 5-те. Біз кино көруге барамыз ба? 什么时候? Когда? Қашан барамыз?对. Сағат 6-да. 6:30-да. 6 点30 分. Екінші вариант, қалай айтатын едік? Тоже еске түсірейік. 6 ден бән. Бін десек, ана счетное слово бізде бін болып кетеді. Аны 6 ден бән. Так, Йовынти ма? Мейо. Спасибо. Енді правило бар бізде. Время в китайском предложении. Яғни жаңағы сяу, люден деген уақыттарды қалай қоя аламыз? Біз жаңа айтып жүрдік, о жоңуш арден чыфан дегенде после подлежащего тұрды, иә? Бірінші вариант, самый частый вариант деп тұрмын. После подлежащего жүреді. Екіншісі перед подлежащим, яғни сөздің басында жүреді. Для акцента на времени, яғни фокус қойғанда уақытқа. Яғни міне, қалай ол? Біріншісі, вот жаңа айтқандай, бірінші подлежащий жүреді, потом время, сказуемая формула, вот кто, время, что делает. Енді давайте на мысалдарды оқып аударып шығайық. Біріншісін Мирас, Теңнеду. Мама 6点做饭。 6点做饭. Қалай аударамыз? Мама, 6 деген қай уақыт бізде? Не істейді дейді. Бізде мама подлежащий. Одан кейін время тұр, иә? Мама сағат 6-та тамақ жасайды. Аха, дұрыс. Келесісін, Сымбат. 一楼是上午8点去学校。6楼是таңертең сағат 8-те мектепке барады. Келесін, Айзере, үшіншісін. 我星期六去北京。
Чи Бейжің, чи Бейжің. Мен понедельник күні Пекинге барамын. Байчанхал. Яғни шинчи, е дегендерді өттік. Олар да бізде уақытқа жатады, иә? Дұрыс. Енді келесі, наоборот, енді время в начале предложения жүреді. Яғни одан кейін бізде подлежащее болады. Вот именно біз фокус қойғанда уақытқа. Сол сияқты енді біріншісін Нұрәли. 期间我吃饭。期间сағат 7-те мен тамақ ішемін. Кешкі болса уаншан, таңғы болса шаңу чиден деп те айта аламыз. Енді келесі Мирас. 我下午讲他们去看电影。 Үшіншісін оқып қойдыңыз ғой, ладно, осыны аударсаңыз үшіншісін. 这是екінші оқи берейін. 中午12点我们回家。Жоңу деген. Утром так. Арден бірінші қай уақыт бізде? 12. 12-де, иә? Яғни жоңу десе түссе ғой. Түссе ғой. Не істейміз деді, омын қойжа. Түссе 12 сағатта біз фильм көреміз. Қойжа. Омын қойжа. Яғни 12-де, түскі 12-де біз не істейміз дейді, жаңа айттық. Қойжа. Несінде қалай аударамыз? Үйге қайтамыз. Иә, үйге қайтамыз, үйге барамыз. Енді үшіншісін Айзере. 下午5点他们去看电影。去看电影。аударайық. Чикан. Олар киноға кешкі 5-те кетті. Барады. Кешкі 5-те барады. Барады. Байшанға. Түсінікті, иә, уақытты қалай қоятынымыз. Енді келесі, соңғы бізде, соңғы екі сөз. Так, бұл жерде джу. Джудзайнар. Сонда жить, live. Әрине ол бізде подлежащее джудзай. Зай деген предлог білеміз, иә, место жүреді бірге. О джудзай жүр дейді. Қалай аударамыз? О джудзай жүр. Мен мына жерде тұрамын. Нимын джудзайнар. Сіздерге сұрақ. Нимын джудзайнар. 我住在阿拉木图。Файчанхау аламуту деп дұрыс айтыңыз. Яғни қытайлықтар аламуту деп айтады. Уе джудзай аламуту. Тағы не? Мысалы, нагы чыңшы. Вот чыңшы деген сөз жаттап алсақ та болады. Чыңшы деген город, иә? Қай қалада тұрасың? Не джудзай нагы чыңшы. Нагы дегенді білеміз, иә? Бізде который. Яғни қай қалада тұрасың деген сияқты. А в целом бізде қазіргі более легкий версия не джудзай нар, о джудзай аламуту. Тағы да басқа қалалар бар. Тек аламутуды, алматыны сол аламуту деп айтады, астананы асы тана деген сияқты. Қалғандарымыз нимын джудзайнар. Бізде Сымбат айтты, қалғандарымыз тоже өз вариантымызда. Джудзай аламуту. Не джудзай аламуту. Яғни ты тоже, вы тоже е деп айтсақ болады, е. Мына фразада не деп тұр? Джудзай, Шанхай. Ол Шанхайда тұрады. Шанхай. Енді келесі сөз чен. Біз чен, мен деген сөзді білеміз, иә? Алдыда деген сөз. Ал чен өзі жалғыз бізде тағы бір мағынасы бар. Яғни уақытпен жетеді. Басында уақыт қоямыз, if, содан кейін барып ченді қоямыз. Біз ақша дегендегі ченмен шатастырып алмаймыз, сол үшін иероглифін жаттап алайық, иә? Чен. Сонда ол бізде раньше, до, перед. Сонда бізде қазір салыстырамыз екі несінің түрін. Мысалы, мында шыден. Біз білеміз уақыт екен 10. Яғни сағат 10. Шыден чен десе, ол бізде именно до 10-ға дейін. Сағат 10-ға дейін. Мысалы айтады. Шыден чен хойджа дейді. Яғни сағат 10-ға дейін не істе дейді?
қайт деген сияқты. Қайту керек, үйге бару керек. Мысалы, ата-аналарымыз айтады, 晚上10点前你回家дейді. 10-ға дейін үйге қайт деп, мысалы, кешке жақын жібермейтін болса. Сол сияқты енді ченді біз не только уақытпен, біз фан, чен, хы, шуй дейді. Фан, жаңағы чфан дегендегі фан ғой. Сонда чфан, чен десек те болады, яғни перед едой, до еды. Не істеу керек? Хы, шуй дейді. Шуйді білеміз ба? Тамақтан бұрын біз вода Су ішеміз, тамақтан бұрын су ішеміз. тамақтан бұрын су ішеміз. Сол кезде осы фраза ғой. Фан, чен, хы, шуй. Енді давайте екі түрін салыстырайық мында. Чен қай кезде назад и до. Так, енді бізде, если мында прям количество времени, прям число, единица времени, как күн, апта, ай, жыл болса, сонда назад деп аударылады. Яғни қанша уақыт өтті. Мысалы, біз білеміз, жин тен дегендегі тен, біз оның алдына цифра қоямыз. Сан тен, ляң тен, и тен деген сияқты. Яғни бір күн, екі күн. Чен десек, 3 күн бұрын деген сөз. Тан тен чен, жай, иян. 3 күн бұрын мен больницада болдым деген сияқты. Мына жерде енді игі сиңчи деп тұр. Бір апта бұрын, яғни біз білеміз, сиңчи деген апта. Игі сиңчи десе бір апта. Бір апта бұрын, неделю назад. Сол сияқты ниен, біз білеміз ниен жыл. И ниен десек, бізде ол год назад. Сол сияқты у фын жоң. Фынды білеміз, жаңа минут. Бірақ фын жоң деген сонда полный несі түрі. У фын жоң чен. 5 минут назад. Осы кезде назад деп аударылады. Ал енді до деген кезде уже ол кезде конкретный уақыт тұрады. Прям определенный, вот, до определенного момента деп тұр, да. Ол кезде момент времени действия болады. Жаңа айтқан шы ден чен дедік, ол уақыт, яғни 10 сағат екен білеміз, ровно 10. 10-ға дейін, вот, ба ден чен деп тұр мына жерде, до 8 часов. Мына жерде енді игі сиңчи бір апта бұрын десе, енді бізге до пятницы деген қалай шығарамыз? Біз пятница деген сөзді білеміз, ол сиңчи у. Сиңчи у чен, значит, до пятницы. Сол сияқты чифан чен, до еды. Шуйджау ұйықтау, шуйджау чен, до сна, перед сном не істейміз. Каншу, о шуйджау чен, каншу деген сияқты. Так, түсінікті ма екеуінің айырмашылығы? Примерно мына сөздерді жаттап алсақ, ол бізге как не болады ғой, как шпаргалка сияқты. Сұрақ бар ма? Енді давайте текстті, соңғы текстті оқимыз, аударамыз. Бірінші тыңдайық. Text 3. 我星期一去北京。你想在北京住几天？住3天。星期五前能回家吗？能。Енді А бізде сымбат, Б давайте нұрәлі. 我星期一去北京。你想在北京住几天？住3天。星期五前能回家吗？能。Енді аударайық. Сен қашан Пекинге барасың? Сіз біріншісін аударасыз ба? Аны аударайық та біріншісіне дейді. 我星期一去北京дейді. Не деп тұр? Мен星期一апта емес. Понедельник не істеймін дейді? Понедельник Пекинге барамын. Той. Сосын? Сен Пекинге қанша күнге барасың? 住几天, жить сколько дней. Қанша күнге барғың келеді? 想在北京. Болды, көрмей сен. 3 күнге. 3 күн тұрады, сояқта дұрыс. 5-ші күні. Пятница. Пятница сен үйіңе қайтасың ба? То есть, до пятницы, Міне жаңа айттық қой. Сиңчи у чен, до пятницы. Сол сияқты, до среды, сиңчи сан чен деген сияқты. Нің хойджама. Нің деген біз қалай аудардық?
Хотеть деген сияқты. Можно. Ты Ну, можешь? факт емес сияқты. Можешь. Шындай айтып тұр, иә. До пятницы Могу. ты можешь возвращаться домой. И иә, ның могу дейді. Енді давайте ленси істейік, сонымен сабақ бітіреміз. Келесі сабақта енді листнингті жасайық, сосын келесі сабақта, то есть келесі сабақта листнинг, өздеріңіз үй жұмысын, и рейдингті сол кезде. Енді қазір ленси一下。他在学校做什么？ бұл бізде жұмыс істейтін сияқты, иә, еще уақыт. Бізде мына жақта уақыт қою керек. И не істейтін. Қалай айтамыз? Сразу уақыт қоямыз ғой, или андай чу деген бару сияқты сөз қоямыз ғой. Чи ол бізде жоқ қой, өйткені дзай деп тұр. Бізде өйткені то, что уже мектепте, в школе деп тұр. Бізде мына жерде уақыт тұр, иә, примерно енді мына жерде қандай уақыт? Таңертең. 9-да 17-да. В целом рандомно. 9:50 ғой. Или рандомно айтсақ та болады. Қалай айтайық енді? Біз жаңа білеміз, иә? Подлежащее время, место, глагол дедік. Действие. 他5点吃饭在学校。学校。Не істейді? Ну, очевидно, ол бізде лаушы болса, ол жерде не істейді мұғалімдер? Учит. Работает. Гумзо десек те болады, или шаңқы десек те болады. Шаңқы деген сабақ өту, там, сабақтың басталуы, бірақ біз шаңқы десе, лаушы дзай шаңқы десе де, то, что ол сабақ өтуі. Жау, тоң семін деп айтсақ та болады. Ну, в целом, гумзо, шаңқы, главный действие бар. И мына жақта таңғы 5 или кешкі 5-те сабақ болмауы мүмкін, иә? 8 дей салсақ болады. жаңағы шаңуды да қосыламыз, иә? Та шаңу баден, зай шешау, шаңқы, или гумзо деген сияқты. 下一个. Вот. Енді мына жерде тоже уақыт, чи шаңден, не істеуге. Мына жерде негізі уақыттар жазылған, бірақ не видно, иә? Дұрыс. Біз рандомно айта береміз. Қай уақыт? 晚饭中午12点去商店买蓝莓 допустим. 2点买蓝莓. Голубика. Дұрыс. Май. Так. Май шойго, фрукты алуға барады. Или мына жақта алма тұр, иә? Пинго десек те болады. Но сіздің де неңіз вариант. Май, ван, май, екі. Так, келесін айта берейік. Мен жазғанша. Тамын хан маң дейді. Маң деген енді ол busy. Занятой болу. Синчелеу. Тамын хан маң синчелеу. Лин. Лин. У. Фэн и гонзо. Уақытын келдім қарап. Лин анда біз. Синчелеуді шығау, е гонзо десек те болады. Даже суббота күні де жұмыс істейді. Или суббота таңертең мынандай уақытта да жұмыс істейді десек те болады, иә, бізде? Вообще басқаша аударым. Тамын хан маң. Может, синчелеуді шығау. Мына жерде негізі уақытта қойсақ болады. Жаңағындай баден, жөуден, там шыден деген сияқты, иә? Бірінші, давайте онда былай жазып қояйын. Бірінші вариант, то, что синчелеу ол бізде суббота ғой, демалыс, иә?
Бірақ демалыс күні олар таңғы 8-де заушан, паден, егунзо. Е деген мына жерде тоже деп аударылады. Также, тоже. Также они работают. Олар өте занят деп тұр. И екінші вариант д шихоу. Жаңа түсіндірген шихоу бар ғой бізде. Соны да айтып қойсақ болады. Түсінікті ма? Суббота күні де даже в субботу они работают деген сияқты ғой. Синчелеу д шихоу тоже работает. В субботу тоже работает. Енді келесі. Не істеп тұр мынау? Мынаны аударайықшы, оқып аударайық. Барлығымыз отырмыз ба? Ол таңертең шай ішпейді. 不喝茶，下午 түсте түскі сағат 4 қой. 下午4点前喝茶. яғни не деген сөз ол? Ол таңертең шай ішпейді, ол түскі сағат 4-те шай ішеді. Чен тұр бірақ. Чен деген қалай аударылады? Яғни нақты конкретный тұрса, мына қараймыз. Яғни түскі 4-ке дейін. 4-ке дейін шай ішеді. Сұрақ бар ма енді бізде? Жоқ. Так, мынаны ауызша айтып шығайықшы. 5-ті қалай айтатын едік? 5点 2 8点 2点 2点 9 45 9点45分 对，非常好。 12 12点3点05分 对，0ді ұмытпаймыз. И 6点半 6点半 对，6点半. екінші вариант. 6点30分 对，非常好. келесі 7 10点10分 对，非常好. Так, енді сұрақ бар ма бәрімізде?